Сәлем баршаңызға. Егер сіз кешіңізді үй жағдайында өткізсеңіз, онда кешкі асты менімен бірге жасаңыз. Өте дәмді котлеттер дайындап, қасына картоп езбесін қосып, немесе мәзірді өз талғамыңыздағы тағамдарға байланысты құрастыра бересіз. Яғни күріш, гречка немесе макарондармен өзгертіп, кез келгенмен үйлесетін котлеттер дайындаңыз. Ең алдымен тартылған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды және тұзымызды, қаймағымызды және манка крупасын қосып, барлығын жақсылап біріккенше араластырамыз. Массамыз аздап бірігіп бастаған соң, осылай видеодағыдай етіп, аздап лақтырып аламыз. Дайын болған массамыздың бетін жауып, 10-15 минутқа демалдырып қоямыз, яғни манкамыз аздап көтеріледі. Гарнирге картоп езбесін дайындаймыз. Картопты ұсақтап турап, суды аздап толтырып, тұзымызды қосып, қайнатып, пісіріп аламыз. Картоп езбесі піскенше котлеттерін дайындайтын боламыз. Бастапқы фаршымызға манка крупасы қосылған. Уақыты жетіп, аздап көтерілген соң котлеттің домалақ формасын жасайтын боламыз. Ол үшін мен банканың крышкасын қолдандым. Крышкамызға кішірек пакет қойып, ішін тығыздап толтырып аламыз. Тығыздап толтырылған крышкамыз, яғни оңай алынатын болады. Нәтижесінде сізде осындай домалақ форма шығады. Етімізді аздап ұнға малып аламыз, қалған еттермен де дәл осылай етіп жасап аламыз. Кейін табамызға май құйып, майымызды қыздырып, котлеттерімізді майға 2 бетін қызарғанша қуырып ала береміз. Мінекей, дәмді котлеттеріміз дайын болып қалды. Уақыты жетіп, картопымыз піскен соң оттан түсіріп, осы ысыған бойда сары май қосып, арнайы езбемен картопты жақсылап, түйіршіктер қалмайтындай етіп езетін боламыз. Кез келген тамаққа таптырмас гарнир картоп езбесі де дайын болды. Мұнда езбені етпен де, балықпен де ұсына беруге болады. Және дайындауға кететін заттардың барлығы қолжетімді және көп уақытыңызды алмайды. Асыңызды ұсынар алдында қалауыңызша безендіріп, тағамды тартымды және тәбетті етіңіз. Өзім безендіру мақсатында қолдан жасап, осындай декор қолдандым. Келесі видеомда декорын жасау жолын көрсететін боламын. Ал котлеттеріміз өте дәмді, әрі жұмсақ, өте сочный болып шығады. Шын мәнінде асыңызды безендіріп, бар ынтаңызбен пісіретін болсаңыз, асыңыз тағамды, тартымды және тәбетті етеді. Және қонағыңызға да оңай беруге болады. Және тартымды тағамның дәмін татқан жанның сіңімділігін арттырады. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!